Сәлем достар, қарапайым дизайн каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз кез келген объектіні өз фонынан кесіп алуды үйренетін боламыз. Олай болса, алдымен Adobe Photoshop бағдарламасын ашамыз. Бұл жерде бізде мынау басты бет. Бұл жерден біз жаңа файлды басамыз, яғни бұл горячий клавишін бассақ Ctrl-N болады. Ctrl-ді басқан кезде осындай окошко ашылады. Бұл жерде бізге өзімізге керекті пішінді размерді таңдаймыз. 1080-де 1080 бұл Instagram пост размері 1:1, 1920-да 1080 бұл компьютерға арналған версиясы, яғни 19-да 16. Біз басамыз 1080-де 1080-ді, бізге мынандай бет ашылады. Енді бұл жерге біз өзімізге керекті фотоны жүктейміз. Мен интернеттен осындай бір наушникті өшіріп аламын да Ctrl-V арқылы өшіріп алып келемін. Бұның фонын көру үшін біз мына жерден қара түсті таңдайық. Мінекей, біздің наушнигіміз ақ фонда орналасқан. Енді бұны кесудің жолдарын сізге көрсететін боламын. Алдымен ең оңай жолы бұл жерде мына батырманы басамыз. Горячий клавиші W болады, екіншісі тұрған. Бұны бассақ, бұл бізге быстрое выделение деген береді. Мына плюсті басу арқылы дәл өйстіп ақырын мышканы сол жағын басу арқылы өзімізге керекті жерлерін таңдап аламыз. Мінекей, біздің наушнигіміз таңдалды. Енді оң жақ парақшада наушникті таңдаймыз. Сосын мына төменде мынандай фотоаппараттың белгісі бар. Бұл бізде маска дегенді береді. Осыны бассақ, фоны келеді. Фон мына жерден таңдауды басамыз. Мінекей біздің наушнигіміздің фоны кесілді. Бұл бізде бірінші жолы. Енді біз осы жерге түсін ауыстыра берсек болады. Кез келген түсті қоя берсек болады. Так, енді келесі жолы. Екінші жолы бұл бізде дәл сол быстрое выделение, бірақ мына үстіңгісін басамыз. Бұл үстіңгісін басамыз да былай квадрат қылып белгілейміз. Сосын мышканы оң жағын басып белгілейміз. Мышканы оң жағын жібереміз. Сәл күтеміз. Бізге осылай өзі таңдап береді. Қазіргі менің істеп жатқаным бұл Adobe Photoshop 23-ші жылғы. Мына жерді байқасаңыздар, сәл ақ неге кіріп кетті. Бұны аламыз да жаңағы быстрое выделениені таңдаймыз. Alt батырмасын бассақ, кругтың іші минус болды, көрдіңіздер ме? Минус болған кезде мышканың оң жағымен ақырын өзімізге керек емес жерді алып тастаймыз. Дәл осылай алып тастаймыз да жаңағы сияқты қайтадан масканы басамыз. Сол кезде бізге наушнигіміз өзімізге керекті болып кесіледі. Дәл осылай. Бұл өзі екінші жолы. Тағы бір жол бар. Наушникті таңдаймыз. Жаңағы выделениенің астында ең үшінші тұрған Magic Wand дейді. Волшебная палочка деген бар. Бұл волшебная палочка көбіне осындай ақ фонмен келген кезде қандай свет таңдайсыздар, сол светті сіздерге өшіріп береді. Мысалға қараңыздар, міне волшебная палочканы фонға алып келдім. Мышканың оң жағын, сол жағын басамын, белгілеп береді. Мына жағын бастым, ақты белгіледі. Shift'ті басамын, мына жағын басамын, бұл жерде белгілейді. Shift'ті басып, ішін басамын. Бұны да белгілеп берді. Енді қайтадан наушникті таңдап, масканы басамыз. Бізге наушнигіміз қап-қара болып қалды, көрдіңіздер ме? Бұны мына масканы таңдаймыз мына жерде. И горячий клавиші Ctrl ағылшынша I, орысша Ш кнопкасын бассақ, бізге осылай наушнигіміз көрінеді. Бұл үшінші жолы. Егер ақ фонда болса, осы кескенге ең әдемі жолы осы. Өйткені жан-жағында сызықтар, ақ полоскалар болмайды.
Енді бір келесі және ең ұзақ жолы бұл бізде перомен кесу. Бұл перомен кесуіміз сәл ұзақтау болғанмен өте тиім, мындай детально кесуге өте ыңғайлы. Бүйтіп әрқайсысына асықпай жақындатып кесеміз. Бұл әдіс уақытты талап етеді, сондықтан сіздерге асығыс емес, уақытыңыз көп кезде осымен кескен тиімдірек болады. Ең андай важный проекттерге мен өзім осыны қолданып кесемін. Өйткені өзімізге керекті жерлерін аккуратно өйтіп әдемілеп кесіп аламыз. Ал жаңағыларда өздерінің нюанстары бар. Сіздерге бүгін жалпылама жолдарын көрсетіп өтемін. Егер толығырақ тағы қандай нюанстары бар екенін білгілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта міндетті түрде оларға толық разбор жасап видео түсіретін боламын. Ал сіздер менен белгілеп болғанша лайк басып, комментарий жазып, өздеріңізге қандай Adobe Photoshop'ta түсінбеген жерлеріңіз болса жазып кетіңіздер. Барынша түсіндіріп, пайдам тигенше көмектесуге тырысамын. Дәл осылай белгілеп аламыз. Мышканың оң жағын басамыз. Мына жерде Make Selection дегенді басамыз. Мына жерге 0-ды қоямыз, OK'ді басамыз. Наушникті таңдаймыз да жаңағы масканы басамыз. Бізге осылай сыртын өшіріп берді. Енді ішкі жағын өшіру үшін мына жерде біз масканы таңдаймыз. Сосын келіп жаңағындай ішін белгілеп шығамыз. Перо арқылы детально ішкі жағын белгілеп шығамыз. Мінекей белгілеп алдық. Бұл жерде де мышканы оң жағын басып, Make Selection'ды басамыз. 0-ды қоямыз, OK'ді басамыз да масканы таңдап, мына жерден кистті таңдаймыз. Кистті таңдап, жесткий кист, размерін үлкен қылып алып, өшіре саламыз. Бүйтіп өшіру үшін мына жердегі табличкамыз қара болып тұру керек. Егер ақ болып тұрса, ол
керісінше өшкен нәрсені қайтарып әкеліп береді. Сол үшін мына жерге қара түсті таңдап деп кистпен өшіріп шығамыз. Содан кейін мына выделениені кетіру үшін Ctrl-D-ны басамыз. Топ, мінекейіңіз біздің наушник дайын. Мінекей достар, осылай фоннан кесіп алудың сіздерге қазір 3 жолын, 4 жолын көрсеттім. Алдағы уақытта түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы бұның басқа да жолдар көрсететін видеолар шығады.